Құрметті студенттер, бүгінгі оқитын дәрісіміздің тақырыбы сұйық дәрілік қалыптарды құю және қаптау, технологиялар және автоматтар жайында дәріс оқитын боламын. Дәрісіміздің негізгі кіріспе бөлімінде дәрілік заттар өндірісінде құю және қаптаудың маңыздылығы, жалпы сұйық дәрілік қалыптарды қаптау ол екі регламентпен жүріп отырады. Оның біріншісі өндірістік регламент, екінші қаптау регламенті. Соның ішіндегі қаптау регламенті сұйық дәрілік қалыптарды қаптау негізгі ерітінділер, суспензиялар, эмульсияларды қалай біріншілік қаптама, екіншілік қаптама және топтық қаптама, сонымен қатар тасымалдау қаптамалар арқылы жүзеге асырылып отырады. Ең бірінші қаптамалардың ішіндегі әрбір заттың дәл дозалануы, контаминациядан қорғау, үшінші өнімділік пен экономикалық тиімділікті қарастыратын боламыз. Дәл дозалау ол науқастың қауіпсіздігі үшін әрбір контейнерге дәрілік заттың қатаң белгіленген мөлшерінің құйылғанын қарайтын боламыз. Неге? Себебі сұйық дәрілік заттардың ішінде көбінесе инъекциялық, инфузиялық дәрілік қалыптарда жасалады. Ал контаминациядан қорғау стерилдік дәрілік препараттар үшін ол микробтық және бөгде бөлшектерінің түсуінен сақтау және олардың герметикалық тығыздықтарын да қадағалағанымыз жөн болады. Үшіншісі өнімділік және экономика, жоғарғы жылдамдықпен автоматтандырылумен өндіретін препараттардың негізгі тиімділігі ол экономикалық көлемін арттыру болып табылады. Неге? Себебі бір сағатта өндірілетін аппараттардың қанша упаковка және қанша құты орамдап үлгеретіндігі туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар сұйық дәрілік қалыптардың түрлері және олардың ерекшеліктері біз презентацияда да көріп тұрғандарыңыздай 4 топқа бөліп қарастырамыз. Олар стерилді ерітінділер, биологиялық сұйықтықтар, сироптар мен суспензиялар және эмульсиялар. Стерилді ерітінділер олар мысалы инъекциялар мен көз тамшыларын жатқызуға болады. Себебі бұл өнімдер асептикалық өндіріс жағдайларындағы бізде ISO халықаралық стандарты бойынша 4 тазалық кластарын, аймақтарын нормаларынан шектеу болмау керек. Себебі олардың 100% герметикалық қаптамасын талап етіліп отырады. Екінші биологиялық сұйықтықтар, ол сіздер білесіздер, қазір COVID-19-дан бері вакциналар және биофармацевтикалық өнімдер өте сезімтал, температураның әсерінен бұзылып кетуі мүмкін, режимді қатаң сақтағанымыз дұрыс болады. Ол қаптама кезінде ең бірінші қолданылатын критерий. Үшінші, сироптар мен суспензиялар, бұл жоғары тұтқырлыққа ие. Құю кезінде бұл фармацевтикалық өнімдерді көпіршіктену мәселесін туындамайтын және ауырлық күшімен немесе поршендік құрылғылардың құю әдісі арқылы жиі қолданылып отырады. Неге? Себебі құйған кезде олардың жаңағы бөгде қоспалармен қосылып кетпеуін қарастырады. Ал эмульсиялар бұлар фазалардың бір тек болуы керек. Гетерогенді, гомогенді фазалардың айқасатын, айқаспайтын мәндерін қарастыру керекпіз. Келесі, құю процестері, оның ішінде әдістеріне қолданылатын машиналар, ең бірінші поршендік құю, яғни поршендік сорғылар арқылы сығылатын, сығылмайтын, яғни құрамында бөгде ауа қалып кетпеу үшін, ауаның несі. Екінші, уақыт қысым әдісі, time pressure деп аталынады. Себебі белгілі бір қысыммен белгілі бір затты немесе өнімді құю кезінде оның тұқырлығын анықтау керекпіз, вязкостын, яғни ағу уақытын және жылдамдығын. Үшінші, перисталитикалық сорғымен құю, ол стерилді өнімдерді, яғни қымбат шығарылған кезде өте олардың контаминация ұшырамауын қарастырамыз. Төртінші, вакуумды құю. Вакуумды құюды ол автоклавта әрбір стерилді өнімдерді жуып шаю, стерилизациядан өткізіп, соның негізінде вакуумды құю аппаратымен жүзеге асырылады.
Келесі презентацияда жалпы материалдар мен автоматтардың қаптау процесінде қолданатын 3 негізгі критерий бар. Ол тығындау, этикеткалау және екінші рет қаптау. Біріншілік қаптау көбінесе дәрілік препараттардың ішінде қатты дәрілік препараттарға көбінен қолданылады. Неге? Себебі біріншілік қаптама ол дәрілік препаратпен тікелей жанасатын қаптама түрлері. Ал екіншілік ол уже қораптың сыртында немесе материалдың сыртында қапталатын дәрілік препараттар айтамыз. Тығындау оның негізгі мақсаты герметикалық жабдықты қатаң сақтау керек. Себебі неге? Инъекциялық инфузиялық ерітінділердің герметикалық қақпағы ол ауа контаминациясына ұшырамау керек және олардың тығыны берік болу керек. Ал этикетка дәрілік зат туралы маңызды ақпараттарын бәрін қамту керекпіз. Оның дозасы, серия нөмірі және көлемі, атауы және қайда шығарылған мәліметтерін бәрі қамтылу керек. Ал екінші рет қаптау құтылар мен ампулаларды флакондарға құю және оны қораптар мен упаковка жасаған кезде нұсқаулықтарды және картондау нұсқаулығын сақтау керек. Себебі бұл процесті толығымен белгілі бір роботтандырылған аппараттардың қатынасы арқылы жүзеге асырылады. Келесіде құю қаптау жабдықтарының негізгі компоненттерін біз 5 топқа бөліп қарастырамыз. Ол бірінші ыдысты дайындау, екінші құю модулі, үшінші тығындау модулі, төртінші тасымалдау жүйесі, 5 инспекциялық жүйелер. Ыдысты дайындау бізде фармацевтикалық өндіріс саласында ыдыс, яғни құтыларды, флакондарды жуу, кептіру және стерилизациядан өткізу. Бұл әсіресе инъекциялық препараттар үшін өте маңызды, себебі ол тікелей қан тамыр жүйесіне енетін препараттар айтамыз. Екінші құю модулі дәрілік затты өлшеп, ыдысқа құятын бактың тазалығын қараймыз және оның жылдамдығы мен дәлдігі, сыртқа шашылмауын және одағы бөгде заттардың қосылмауы туралы айтатын боламыз. Төртінші тығында модулі резеңке тығында немесе қақпақтарды орнату, олардың герметикалығын бекітеміз. Төртінші тасымалдау жүйесі конвейерлер мен манипуляторларды, оларды ыдыстарды белгілі бір серия, партия нөмірлері бойынша құйып, ары қарай тасымалдау модуліне жібереміз. Ал бізде бесінші инспекциялық жүйелер. Инспекциялық жүйелер ол сапаны бақылау, quality control бойынша жүзеге асырылады. Келесі сапаны бақылау және реттеу жүйелері бойынша фармацевтикалық өндірістегі GXP бойынша, good practice талаптарына сәйкес болу керек. Қаптау процесі, құю қаптау процесі ол үздіксіз және көп деңгейлі бақылауда жүзеге асырылып отырады. Олардың негізгі 4 механизмі: дозаны бақылау, визуалды инспекция жасау, герметикалық бақылау, сериялық нөмірлеу және оны бақылау, ары қарай уже карантиндік продукцияға жіберіп отыру, яғни сақтау бөлмесіне жібереміз. Келесі презентация технологиялық инновациялар мен автоматтандыру жүйелерін қосамыз. Бұл жерде роботтандыру, яғни жоғары жылдамдық манипулятор ыдыстарды ұстап тұрып, яғни жұмыс істеу механизмдегі өнімділікті арттырып және жұмыс жиілігін жүйелі түрде. Екінші модульдік жүйелер, үшінші өнеркәсіптік лот. Неге? Себебі өндіріс орындарындағы белгілі бір режимдерді қатаң сақтау керекпіз. Олар температура, қысым, жылдамдық. Сонымен қатар жасанды интеллект. Бұл презентация негізгі мәлімет жасанды интеллект не үшін қостық? Себебі жүйелерді визуалды инспекция жүргізген кезде ол инспекцияның дәлдігін арттырып, өнімділікке әсер ететін механизмдерді қарастырамыз. Қауіпсіздік және нормативтік талаптар бойынша біз ұлттық қатаң норматив актілермен реттеліп отыратынын айқындаймыз. Олардың бірінші GMP, Good Manufacturing Practice, валидация және квалификация, SEPART және FIDE халықаралық ВОЗ талаптары бойынша және асептикалық өндіріс. Асептикалық өндірісте ең бірінші ISO стандарттарын 5 тазалық зоналары бойынша, ол жерде микробиологиялық контаминациялардың өзінің нормасы болады және валидация квалификациядан өтеді. Неге? Себебі құю қаптау машиналары валидацияның әрбір кезеңінен өтеді. Ол квалификацияға сәйкес болу керек. Квалификациясы IQ, OQ, PQ
және ең соңғысы DQ және QC деп. DQ documentation квалификация болады, себебі документацияда өткен екен, оны сапа бақылау бөліміне жіберіп отыратын боламыз. Келесі, бізде жалпы болашақ перспективалар ретінде қорытындылайтын болсақ, көп функционалды жабдықтар қолдану керекпіз. Неге? Себебі тезірек біріншілік, екіншіліктен автоматты түрде ауысып отыру керек. Екінші, нано және микродозалау. Бізде нано дозалау, микродозалау ол инъекциялық инфузиялық препараттар үшін өте орасан зор. Үшінші, тұрақтылық, және тұрақтылыққа басымдылық болу керек. Неге? Әрбір шығарған өніміміз тұрақтылықтың 165-ші бұйрығы бойынша сай болу керек. Назарларыңызға рахмет.